Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жұп-жұқа дәмді болып шығатын құймақтың дайындалу жолын көрсетемін. Егер сіздерде дұрыс шықпай жатса, осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Бізге ол үшін жұмыртқа, ас содасы, ұн, сүт, қайнаған су, тұз және де сұйық май керек. Бірінші жұмыртқаны ыдысқа салып аламыз. Менде жұмыртқа үйдің жұмыртқасы. Бұл жұмыртқаның үстіне 3 ас қасық құмшекер саламыз. Құмшекерді өздеріңіздің ұнатқан дәмге қарай салсаңыздар болады. 2 ас қасық салсаңыздар болады, немесе 4 ас қасық салсаңыздар болады. Мен бұл жерде 3 ас қасық құмшекер салып отырмын. Және де венчиктің көмегімен кішкене араластырамыз. Бұған ас содасын да саламыз. Жұмыртқаны араластырып болғаннан кейін үккіштен өткізіп жаймен ұн саламыз. Ұнды бірден көп салуға болмайды. Аз-аздан салып тұруға кеңес беремін. Сол кезде біздің құймақтарымыз ұнды аз-аздан салып тұрамыз. Сол кезде біздің құймақтымызда түйіршік пайда болмайды. Түйіршіктердің бәрі осы кезде кетеді. Мен ұнның қазір жартысын салдым. Енді бұл жерге сүтті қосамын. Жаймен аз-аздан. Құймағымыз біздің әдемі болып шығу керек. Мен сүтті қостым. Енді тағы ұнның мен жаңа жартысын алып қалғам. Сол қалған жартысын енді саламыз. Осылай аз-аздан салып тұрсақ, жақсы болып шығады. Бұны венчик болмаса, немен де өткізе берсек болады. Шанышқымен де араластыра берсек болады. Миксермен де араластырсақ болады. Енді осы ыдысқа қайнаған судан құямыз кішкене. Жақсылап тұрып араластырамыз. Әдемілеп араластырсақ, бізде түйіршік мүлдем болмайды. Қамырымыз бір келкі әдемі болып шығады. Міне, осындай болады. Сұйық болғаны жақсы. Енді бұның үстіне сұйық майдан 3 ас қасық қосамыз. Сұйық майдың иісі, дәмі болмағаны жақсы. Таза сұйық май болса, құймақтарыңызда жақсы болады. Жақсылап араластырамыз. Бірінші табаны қойып аламыз отқа. Ол кішкене қызғаннан кейін, таба қызғаннан кейін міне үстіне май жақтымен бірінші міндетті түрде май жағып аламын өзім. Майдың дауысы шықырлап жатқан табам қызғаннан кейін. Және де соған құймағымызды тура ортасына құйып, осылайынан жақсылап жабамыз. Міне менің құймақтарым дайын болды. Мен бұны бұлай тосаппен дайындадым. Тосаппен қазір жейміз. Бұны айта кететінім,
бұны бірінші рет істеп тұрған адам да дәл осы рецепт бойынша жасаса, өте әдемі бір істегеннен шығатын құймақ.